Олар ешқандай қыз бала ажырасып кетейін, баланы әкесіз қалдырайын демейді. Мен тағы да айтамын, мен ер азаматтарды үнемі мақтамаймын ғой, жақтамаймын ғой. Әр оқиғаның желісіне қарай болады да. Кейде жаңағы ток-шоуға келіп отқан еркек шынында да бір оңбаған еркек болады, дәлелденген, енді журналистік зерттеумен дәлелденген еркек болады да. Сол еркекті кәдімгідей оған бір қайрау сөз айтатын сарапшы едім мен. Керісінше болып жатса, керісінше болады. Әр оқиғаға байланысты оны мен 200 деп айтудың керегі жоқ. Бұл оқиғада енді күйеуді жақтайтындай сіздің жөн емес еді. Бұл жерде әйел айтып тұр, ұратын дейді, енді енем айтқызып ұрғызатын дейді, мысалы, жаңағы ажырағаннан кейін де алимент төлемеген екен. Жалпы ондай алимент төлемейтін еркектер де көп қой. Сонда шығарылымның астында бір кісі айтқан екен, бұл адамдар мен бұрыннан танимын, үйлене салып күйеуі әйелін соғып, тіпті жүкті кезінде де ұрып соққан дейді ғой. Және әйеліне мүлде көмектеспеген екен, қаржылай болсын, тіпті әйелінің атына қарыз алып, жаңағы кредитке отырғызған екен. Бұл жерден күйеуінікі дұрыс. Енді қарашы, жағдайда әйелді кінәлай бере алмаймыз ғой. Дұрыс, Ұлжан, мен қазақтың қыздарына жаным ашиды. Мен де сол қазақтың қызының біреуімін ғой, дұрыс па? Былайда қыздарды мен түсінбеймін. Күйеудің жағдайы, деңгейі ары қарай жақсы бола ма, болмай ма, ол бір баладан кейін білінеді. Жоқ, олар шыдайды, бір бала, екі бала, үш бала, төрт бала, бес бала табады да. Сөйтіп өмір сүріп алады, сөйтеді да күйеу жаман болып шыға келеді. Сен жаман болса бірден анау жас кезіңде да әлі бар нәрсең жазып, бөпең кішкентай, ақыл есің бүтін, әлі анау күйеу сабап жынды етпей тұрған кезде тез кетіп қалып тірлігіңді жасап кет. Жоқ, олар тұрады, талай маған өмір болады, бірнеше жыл өмір сүреді, екі әулет дәуре етеді. Сөйтеді, орта жолда келеді да күйеуім оңбаған дейді. Енді оңбаған күйеу бірден оңбаған болады ғой енді. Немесе ол неге 4 бала тапқанға дейін жақсы болды да? Осы кезде жаман болып қалды енді. Өзіңіз ойлаңызшы. Жаман болса баяғыда жаман болатын еді, су өзен неге кетіп қалмады. Ол жерде мен ол қыздың атын айтып, түсін етіп, енесін, атасын айтып, мен оларға жарнама жасамаймын, керек жоқ. Бір ғана айтатынымда, енді ана құрбысы 11 жасар ұлы бар, құрбысымен екеуі Шымкент қаласына барып квартира жалдап тұрды ғой, ананың 4 баласы бар, ананың бір ұлы бар, сол кезде есікті ешқандай еркек бірден келіп, теуіп бірден келіп сындырмайды. Ол алдында звондайды, есікті аш дейді, немесе шық дейді, сөйлесеміз дейді. Соған сөйлеспей, шықпай, әбден сондай ызасын келтірген ғой. Ызасы келген еркек қана есік сындырады. Әйтпесе кез келген еркек есік сындырмайды. Ол жерде енді ол еркек балаларын ойлап тұрған жоқ, оларға бір психологиялық бір әсер етеді-ау деген ой болмай тұр ғой ол еркек. Енді ол да бір әйелдің бір сол жаңағы несін алып қоям, зәресін ұшырам дегенмен нетті ма? Ол байқұста бір жан ұшырып, бір аналарды қорқытам деді ма? Білмеймін ғой енді сол ситуацияда. Бірақ бұл жердегі бір менің ызамның келгені, ана қасындағы құрбысының соны түсіріп алып, ешқандай ол түсіргеннен кейін бүйтіп айтса да болатын еді. Міне, мен сені түсіріп алдым. Қазір сен шығып кетпесең, бізге залалың тиетін болса, мен мынаны TikTokқа, Instagramға салам деп айту керек еді да. Ол оны ескертпей, TikTokқа бірден салып жіберді ғой. TikTok, Instagram деген не ол? Кез келген нәрсеге деп ақ-қарасын айырмай жатып, улап-шулап кетеді. Мен сол нәрсеге ана ер азаматты неге ондай жаңағы сол ситуацияда дағдарысқа түсіріп шантажировать етті деп соған ашуланып кеттім да. Бұндай жағдайлар көп. Өткенде ғана менің бір апайым қоңырау соғып жатыр да. Айтады, балам дейді, вахтовой жұмыс істейді дейді. 15 күн істейді, 15 күн демалады дейді. 15 күн қаңғиып ана батыста істеп келеді дейді. Сосын келгесін 15 күнде дейді, көрші жаңа ғана бір қожалық бар дейді. Сол жерде тірлік істеп ақша тауып жатыр дейді да. Өйткені ол Астанадан үй алғысы келеді дейді, Алматыдан үй алғысы келеді дейді. Бір облыс орталығында тұрады енді, анау шығыс жақта. Соған айтады, анау келінім дейді, кішкентай бір бөпесі бар дейді. Кетіп қалды дейді. Ай, нағып кетіп бара жатсың жаным ау, енді саған біреу бір нәрсе деді ме, әкең деді ме, көкең деді ме десе, дефицит любви. Маған бұндай күйеу керек жоқ. Ол 15 күн бақыты да болады, 15 күннен кейін келгеннен кейін ана жақта қожалыққа кетеді. Мен не істеп жүрмін бұл жерде, қарауылым ба деп айтады дейді. Енді сол келіншек анау бақтыдан ақша алып келеді, ана жақтан ақша алып келеді. Сол ақшаны 1 теңгені 2 теңге қылып, бір кәсіп жасап, бір онлайн кәсіп жасап, тірлік жасап, ақшаға ақша қоспай ма? Ойбай-ау, қазір ақша тауып отырған күйеу деген күйеу ғой.
айналайын деп күйеу жасамай ма соны? Міне мен осындайларға айтып жатырмын. Содан кейін кредит алады байқұс. Қыз жағы алады, ұл жағы алады, бірін-бірімен тіреседі, ұзатуды бүйтіп жасайды, үйленуді бүйтіп жасайды. Пәленбай ақша, миллиондаған ақша кетеді. Той өзін жаппады деп бас ауырып екі жағы отырады. Бір айдан кейін екеуі екі жаққа ажырап кетеді. Сосын жаңа енесі жақтырмайды дейді. Немесе енесі келінім жақтырмайды дейді. Баласына ұнаса шешесіне ұнамайды, шешесіне ұнаса баласына ұнамайды. Талай мақан тірліктер бар. Сондай болмайтын нәрсемен ажырап жатқандарға айтып жатырмын ғой жаным. Әйтпесем болады. Бір 10 жігітті қойып қойсаң, соның ішінен біреу екеуі шынымен тиран. Шынымен осы миярып кеткен жігіттер болса, оған қаш деп мен өзім айтамын. Болады, бір арасында бар ғой. Мен қалай сіңілдерім бар да, ол да тапқан, қыз да тапқан, күшті сіңілдерім бар, еңбекқор, ақшаны да табады. Олар айтады, әпке дейді, ең болмаса мен тауып келген ақшамды дейді, үйлестіріп дейді. Мына балаларды сабаққа апарып, есіктің алдын реттеп, бір құрылыс жасап сөйтіп жатса, әпке мен ақша таппайды деп айтпаймын, күйеуімді күйеу болып жүре берсін дейді. Соның өзінде бұқаланып тұрып алатын жігіттер бар. Мен солардан қашу керек. Көрерменнен келген сұрағы, неге ажырасқан әйелдер қатысты осыншама негативті пікір айтты, әлде ажырасқан әйел күйеуін тартып алмақшы болды ма дейді. Құдай сақтасын. Енді біздің үйдегі ағаң намазхан кісі, егер ондай болып жатса, мен көрген жоқпын. Мен онда соқырмын. Мен онда саңлауымын. Егер случайно естіп қалсам, міне менің ақылдылығым. Егер мен бәрін көріп, бәрін естіп, телефонын тексеріп, міне қара, телефон демекші, мен талай ток-шоуларда куә болдым да, күйеуі кешігіп келгендіктен де телефонды тексеріп, бір запистерді көріп қойып, қанша қыз секіріп өлді, қанша қыз секіріп инвалид болды, қанша қыз суицид жасап жатыр, қанша тағдыр кетіп жатыр. Мен сол қыздарға жаным ашиды. Тексерме телефонды. Қайтесің телефон тексер. Көз жұмып қарау керек па? Сондай нәрселерге мысалы. Көзге шөп салу, басқасына жоқ, енді бір оңбаған болып келіп, бетіңе былш еткізіп, көрсетіп жатса, әрине, ол нәрсеге шыдамайсың. Ал енді біреу айтты екен деп, маған қазір талай адам айтады, сізде сондай бір депрессия ма, стресс па бар шығар, күйеуіңіз сөйтіп изменять еткен шығар деп та. Изменять еткен шығар, мен көрген жоқпын, естіген жоқпын. Болды. Болды. Егер мен көрген, білген болатын болсам, білмеймін, ол әйел бұл Қазақстанда тұрмайды ау деп ойлаймын.